Freedom Finance'тан кредит алған тиімді ме немесе тиімді емес пе? Біз қазір онлайн сервисі арқылы тексеретін боламыз және қанша пайыз қосылады үстіне соны да есептейтін боламыз. Біз бұлардың сайтын ашатын болсақ, мына жерде микрокредит онлайн за 5 минуттық болған. Енді микрокредит деген үлкен соммада емес, яғни миллион теңгеге дейін. Бұлардың көзқарасы бойынша әрине. Олардың бірнеше түрі бар, бізге условиясын көрейік. Және мына жерден сомманы белгілейміз. Сомманы миллион деп алайық және 12 айға. Метод погашения деп тұр мына жерде. Страховка дегенді алып тастаймыз. Енді страховка жизнь әрине керек. Егер төлемейтін болсаңыз, кейін коллекторлар жарайды. Аннуитетный және дифференцированный деген екі түр бар. Екеуінің разницасын қазір түсіндіретін боламыз. Страховка дегенді алып тастаймыз, бізге ол керек емес. Бірақ егер страховка алатын болсаңыз, мына жерде міне аздау болады. Бірақ енді есептеп көретін болсаңыз, сізге ол керісінше қымбат болуы мүмкін. Аннуитетті түрін таңдаймыз. Сондай жағдайда біз айына 102.558 теңге төлейміз. Біз бұны есептеп көрейік. Егер 102.558 теңгені көбейтеміз 12-ге, сол кезде 1.230.000, окей, енді 230.000 теңге үстіне қосылады. Ал 230.000 деген сөз бұл 23%. Енді бұл әрине өте жоғары процент. Егер сіз 24 айға алатын болсаңыз, бұл жерде міне көріп отырғандарыңызда 43%-ға 43% қосылады. Бұл енді өте жоғары. Ал егер страховка дегенді алып тастайтын болсаңыз, бұл 47%, 2 жылға. Бұл деген әрине өте жоғары. Алу тиімсіз. Бірақ бұл банкте бір өте жақсы дүние бар екен. Бұлар метод погашения аннуитетный және дифференцированный деген түрін белгілеп қойған. Егер дифференцированныйды алатын болсаңыз, міне бұл 21,7%, аннуитетный 23%. Бізде кредит алатындар мынаны таңдамақ түгілі, тіпті кейбіреулері бұның не екенін білмейді. Енді әрине түсіну қиын, себебі кредит ала тұра мынаның екеуінің қандай разницасы бар екенін түсінбейсің. Аннуитетті дегенді басамыз мысалға. Аннуитетті деген бұл көпшілігі таңдайтын тәсіл. Айына бірдей соманы міне төлеп отырасыз. Міне осылай. 12-ші айда ғана кішкене қосады, басқа айдың бәрінде бірдей. Ал дифференцированныйда сіз азырақ төлейсіз ақшаны. Бірақ бұл жерде басында 117.000-нан басталады, келесі айда 114.000, одан кейін 12-ші айда міне 86.000 теңге, яғни барған сайын азаяды, басында көбірек басталады, барған сайын азаяды. Сіз мынаны тезірек жабатын болсаңыз, бұл әлде қайда сізге выгодны болуы мүмкін. Сондықтан кредит алу әрине өте жаман, өте тиімсіз. Қандай қажеттілік болған кезде, бір басқа вариант жоқ болған кезде міне дифференцированный деген тиімді. Бірақ көп адамдар басын қатырғысы келмейді. Так, бірінші айда, екінші айда қанша болады, үшінші айда демей осындайды аннуитетті таңдай алады. Есесінде 23% және көбірек ақша төлейді ол. Егер кейбіреулер мысалы 5 жылға алуы мүмкін. Сонда сіз 5 жылда 113%-ке дейін бұл өседі. Ал дифференцированныйда міне көріп отырғандарыңыздай сіз біраз ақшаны экономить етуіңізге болады. Қысқаша айтатын болсақ, Freedom кредиттен ақша алу тиімсіз. Проценттері өте жоғары.